8-ші тапсырма. Есепті шығар. Жер учаскесіне 1 бөлігі құмнан, 2 бөлігі шымнан, 4 бөлігі қарашіріктен тұратын топырақ қоспасы әкелінді. Осындай 9 тонна топырақ қоспасының құрамында неше килограмм қарашірік бар? Яғни бізде барлығы 7 тонна топырақ қоспасы бар. Яғни құм, шым және қарашірік, яғни қарашірікті қысқартып қ-ш деп жазамыз. Осының бәрінде 7 қосқанда 7 тонна шығады екен. Яғни мынау құм 1 бөлігі, ал шым 2 бөлігі, қарашірік ол 4 бөлігі. Яғни бұл сандарды қосып көрейік. 1 қосу 2 қосу 4. Яғни 7 шығады. 7 бөлік. Яғни бізде 7 бөлік болғандықтан 7-ні 7-ге бөлеміз. Себебі, мысалға біз 7 тоннада неше бөлікке бөле алатынымызды білу үшін бізде бөлігі болу керек. Яғни бізде екеуі де белгілі. 7 тонна және 7 бөлік. Қане бөліп көрейік. 7-ні бөлеміз 7-ге. Тең 1. Яғни әр бөлік 1 тоннадан тұрады. Құмнан 1 тонна қосқан, ал шымнан 1-ді 2-ге көбейтеміз. Тең болады 2 тонна. Яғни шымнан да 2 тонна қосқан екен. Ал ең соңғысы бізден сұрап тұрғаны қарашіріктен 1-ді көбейтеміз 4-ге, тең болады 4 тонна. Яғни бізде қарашіріктен 4 тонна қосқан екен. Есеп осылай шығады.